Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, достарым, және де каналымның құрметті көрермендері, подписчиктері, қалайсыздар? Достар, әдеттегідей біз бүгін тағы да өзіміздің темамыз, яғни интернетте ақша табу жолдарын сіздерге көрсететін боламын. Құрметті бауырлар, осы видеоны до конца көріңіздер, себебі соңғы жағына дейін көрмесеңіздер, сіздер дұрыс түсінбей қаласыздар. Қазір бірден кіріп алып, басын көріп, ссылкаға бірден өтіп, описанияда тұрған бірден өтіп кетпеңіздер, достар, себебі қазір дұрыс түсінбей қалсаңыздар, яғни ақша табуларыңыз қиындайды өздеріңізге. Сондықтан да бірден кіріп, тек қана 1 минут көріп, қайтадан шығып кетіп, кіріп жаңа сайтқа не істемеңіздер, себебі дұрыс түсінбегеннен кейін ол нәрсе болмайды, ешқашан дұрыс шықпайтын болады. Сондықтан достар, соңына дейін көруге тырысыңыздар қолдан келгенше. Ал біз бастаймыз, достар. Достар, тағы бір сайттардың бірі бұл Cashmarine деп айталады. Осылай деп ойлаймын, енді мен английскийім ондай қатты емес. Сондықтан достар, қараңыздар, дәл осылай көрінеді. Осы барлық видеода айтылған барлық сайттардың ссылкасы описанияда қалдыратын боламын, достар. Сол арқылы өтіп тіркеліңіздер. Басқа сайтта, басқа ссылка арқылы өтпеңіздер, өйткені осыған ұқсайтын сайттар өте көп, лохотронға жолығып қаласыздар, достар. Міне бұл жерде қарасаңыздар, Cashmarine, яғни кораблик. Бұл да экономический ойын, ақша реальный шығарады. Создать аккаунтты басасыздар, өздеріңіз создать етеді деп ойлаймын, ешқандай қиындықсыз. Зарабатывай самые прибыльные игры дейді. 2020 жылғы ойындардың ең несі дейді. Яғни көп ақша табатын ойындардың бірі дейді. Бұл ойын туралы, яғни ол жерде орысшаларын жақсы адамдар көп деп ойлаймын, солар бірден қарап оқысаңыздар болады. Бұл жерде барлығы айтылған, видеода бар екен, қараңыздар. Бұл жерде не бар, қалай екенін барлығы бұл жерде айтылады, достар. Яғни қараңыздар, 81 мың ойыншы бар, яғни 81.829 адам, яғни тіркелген, ақша тауып жатыр. Резервінде әлі қанша ақша бар, 63 күн жұмыс істеп жатыр екен, ақшасын төлеп жатыр. Барлығы айтылған бұл жерде. Киwiге, Пайырға, Яндекс Деньгиға, Мегакасса, тағы да басқаларға да шығарылады. Міне барлығы бұл жерде айтылған. Бұл жерде қалай ақша табамыз бәрін көрсететін боламын. Достар, создать аккаунтты басып, өздеріңізге аккаунт жасаңыздар, яғни логин жасаңыздар, өздеріңіздің және де email нелеріңізді жазыңыздар, адрестеріңізді, және де 2 рет пароль жазып, согласенді басасыздар, және создать аккаунтты басасыздар. Болды, ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Достар, енді мен сіздерге кіріп өзімнің немнен ақша шығарып бәрін көрсетейін. Достар, міне бұл покупкаге, яғни сатып алуға 2.65, бұл жерде пополнитті басып, ақша толтыратын боласыздар. Бұл жерден Kiwi арқылы болсын, Яндекс Деньги, Фрикасса, Эксмо, Сбербанк онлайн, Виза, кәдімгі Мегакасса, Пайыр, тағы да басқа көптеген нелер, электронный кошелектер барлығы бұл жерде бар. Достар, қараңыздар, бұл сіздердің кабинеттеріңіз, ол жерде өздеріңіз туралы барлық мәліметтер жазылып тұрады. Енді бұл жерде қалай ақша табамыз, достар, қараңыздар. Кораблики дейді. Достар, кораблики. Мысалы, бұл біздің корабльдеріміз, яғни бұл біздердің осы арқылы ақша табамыз. Яғни біз кеме сатып аламыз. Біреуі 40 рубль тұрады, достар, қараңыздар. Калькулятор арқылы. Мына жерде барлығы жазылған, осы жерден оқысаңыздар болады. Мысалы, сіз бір кеме алдыңыз, 40 кетті, күніне 2 рубльден не істеп отырасыздар, тауып отырасыздар. Яғни бұл сіздерге шынымен де прибыль әкеледі, қараңыздар. Барлығын калькулятор басалып есептеуге болады. Бұл жерде корабль аласыз дейтінен көріңіздер ма? Яғни 16 сағаттың ішінде жаңағы ақшаңызды, жиналған ақшаңызды плавание деген бар міне. Плаваниеден аласыздар. Обмен жасайсыздар, яғни. 16 сағаттан кейін, достар, ескерту. 16 сағаттан кейін алып үлгермесеңіздер, 16 сағатқа дейін 25%-ға нелеріңіз, табыстарыңыз кішірейіп қалады, яғни алатын ақшаларыңыз. Обменді басасыздар. Ок деп жатыр, көрдіңіздер ғой. Мына жерде бәрі айтылған. Баланс на выплатыны көрдіңіздер ме? Менде 18 рубль бар уже. Яғни мен қазір бұны шығаратын боламын. 16 сағатқа үлгеріп қалуыңыз керек, достар, көрдіңіздер ме? Міне 41 кетіп отыр. Обменді бассаңыздар, қайттан жаңарады 16-ға дейін. Не көрдіңіздер ғой, сондықтан ұмытпаңыздар, 16 сағат сайын алып отыру керек. Яғни 16 сағаттан өтіп кететін болса, өткізіп алатын болсаңыздар, 25%-ға кішірейіп қалады ақшаларыңыз, достар. Ол жағын ұмытпаңыздар. Және бұл жерде серфинг бар. Яғни серфинг, бұл жерде білетін шығарсыздар не екенін. Яғни сіздерге ақша береді. Үстін басасыздар. Продолжитті басасыздар. Серфинг арқылы ақша табу дейді бұны. Көп деген
ойындарда немесе басқа да бокстерде осындай нәрсе болады. Міне қараңыздар, 37 яғни 40 секунд күтесіздер. Күтпесеңіз әрине ақша төленбейтін болады. Яғни 40 ғана емес, 30 секунд болады, кейбірде 20 секундтықтар болады. Солайды қатып қалған 40 секунд емес. Яғни мына жерде капчадан өтесіздер. 53 деп тұр, 53-ті басасыз, үстін болды. Яғни ақшаңыз келді сізге деген сөз. Міне осылай ақша табасыздар. Міне түсетін болады осы жерге. 29 еді, 35 болды. Сонымен достар, түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Яғни бонус бар, және достар ұмытпаңыздар, бонус, яғни күнделікті бонус алып отырасыздар. Мысалы мен жаңа бонусты алып қойдым, енді ертең алатын боламын. Мына жерде шығады, получить деген тұрады. Міне получитті басасыз, осы жерде тұрады. Және сол бонус шығарып беретін болады. Болмаса реферал шақыру арқылы да ақша табуға болады. Конкурстер болады, ранктар болады сіздерде. Тағы не бар түсініксіз. Егер түсініксіз тағы да жерлер болатын болса, қиналып жатқан болатын болсаңыздар, неге жазыңыздар? Комментарийға жазыңыздар, сол жерде жауап беруге тырысатын боламын достар. Түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Яғни кеме сатып аламыз. Мысалы 40 рубльге кеме сатып аламыз. Және сол арқылы сол кеменің ақшасы мына жерде жиналады. Көрдіңіздер, осы жерге жиналады. Соны аласыз, сіздер обменять етесіздер. 16 сағаттың ішінде обменять етіп отырсаңыздар жақсы болады, өйткені өзіңіздің неңіз, табысыңыз кішірейіп қалмайды. Яғни ойламаңыздар достар, 16 сағат өтіп кетті, бұл ақшам бәрі кетіп қалды. Жоқ, ақша кетпейді, просто азаяды 25%. Мысалы 100%-дің 25%-ы кетіп қалады, 75% қалады, 25% кетіп қалады. Яғни сіз өзіңіз жеңіп қаласыз да, кішкентай болса да чуть-чуть жеңіп қаласыз. Сондықтан да критический емес, бірақ неприятный. Яғни 16 сағат сайын алып отыруға тырысыңыздар, бірақ жіберіп алсаңыздар ештеңе етпейді. Ондай не смертельно дейді ғой. Ал мен сіздерге көп сөйлемей-ақ қояйын. Яғни нені шығарып көрсетейін. Вывести басамыз. Яғни бұл жерде көп нәрсеге шығарып болады. ADB кач дейді, білмеймін бұл не екенін. Сондай бір не Kiwi бар, Яндекс деңгейі, сізге қайсысы ыңғайлы, сол арқылы шығыңыздар. Reflect Money дейді, солай ма? Жоқ, Perfect Money кесіңіздер. Билайнға шығарып болады, Мегафон, МТС дейді, бірақ біз неге шығарамыз? Пайырға шығарамыз. Маған ыңғайлысы Пайыр, сондықтан Пайырға шығаратын болам. Менде қанша ақша береді? 18-де, қазір бәрін шығарып жіберейік. 18-де 35 екен, достар. Мен шығарғандарым бар, не? Başı последний выплат, 3 дейді, 2, 8, 1. Яғни бұл менің шығарған ақшаларым. 18-де 35. Платежный пароль болады сіздерде, сондықтан парольдарыңызды ұмытпаңыздар. Өтсеңіз бір пароль қойып қойыңыздар. Яғни не үшін? Безопасность үшін, яғни өзіңіздің ақшаларыңыздың қауіпсіздігі үшін. Міне, заявка успешно создана дейді, яғни заявка қабылданды. Міне, балансым 0 болып қалды. Яғни енді тексеріп көрейік. Достар, қазір Пайырға кіреміз. Міне 52. Яғни бағана 31 нәрсе болып тұрады. Мен негізі сіздер көрсеткен жоқ не оны. Мінекей түскен жаңа түсіп тұр. Яғни міне SNM проекті Кашмарин дейді. Жаңағы проектіміз біздің 18 рубль салдық, 18 рубль келді. Достар, яғни жаңа 52 болып тұр. Точно 52 қойған екен. Есептемеп едім да. Сонымен достар, жаңа 18-де 17 рубліміз келді біздің шығарған. 35 шығарып едік. Чуть-чуть комиссиясы бар екен. Емес, сондай етпейді, оны шамалы ақша. С проекті Кашмарин деп тұр. Көріңіздер ғой, жаңағы біздің шығарған проектіміз дәл осы не келіп тұр. Яғни ешқандай алдау жоқ. 4 октябрь 2020 жыл 8-ден 5 кеткенде біз точно шығарған уақыт. Ешқандай да не жоқ, ұсталып тұрған жоқ, бәрі шықты. 18-35 шығарылған күні. Достар, көріңіздер ғой. Бұл проекті Кашмарин деп айта алады. Ешқандай да қиындық жоқ. Яғни корабль сатып аласыз 40. Яғни ойын сияқты бұл. Өзі айтып отыр, экономичный игра дейді. Яғни экономичный игра деген сосы ақша табатын ойын, достар. 20 күн жұмыс жасайды сіз үшін. 40 рубльге аласыз, сатып аласыз. Плаваниядан ақша жинап отырасыз. Плавание, әрине, көп корабль сатып алған сайын ақшаңыз да көбейеді деген сөз ғой, достар. Яғни міне обменді басып отырасыздар да, үнемі ұмытпай. Ешқандай да не жоқ, қиындық жоқ. Яғни ақшаңыз жиналып отырады өзі. Түсініксіз жері болса, комментария жазыңыздар. Енді сіздерден мен
лайк, подписка күтетін боламын. Достарыңызбен, туыстарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіңіздер, және де менімен бірге ақша табыңыздар. Және достар, ұмытып баратыр екенмін. Достар, біз каналымызда 100 подписчикке жеттік. Достар, өте қуаныштымын. Бұл мен үшін өте үлкен жетістік. Әрине сіздердің арқаларыңыз барлығы, сіздерге алғысым шексіз. Достар, алдағы уақытта да белестерге жетеміз деген ойдамын, сенімдемін. Және де достар, сіздердің лайк, подписка және достарыңыз шақырыңыздар. Жақсы достар, аман сау болыңыздар.